Саламатсыздар ма? Анвар Исмаилов атындағы Кәсіптік колледжінің кескіндеме пәні оқытушысы мен Камалова Ботажан Құлматовна. Мен дизайн 191 бюджет тобыға кескіндеме пәні бойынша онлайн сабақ жүргіземін. Онлайн сабағымыздың тақырыбы түс пішіні, фактура, әр түрлі 3-4 заттың және маталардан құрастырылған натюрморт. Бүгін сабағымыздың барысында түсіндіріп өтетініміз тағы бір түстің қанша түрге бөлінетіні сіздерге сабақ барысында түсіндіріп өтіп кетейін. Түс адамның көзімен қабылданатын физиологиялық сезім. Барлық түстер екі топқа бөлінеді: хроматикалық боялған және ахроматикалық бояусыз. Хроматикалық немесе хромос грек тілінен енген сөз. Түсті боялған деген мағынаны білдіреді. Бірінші топқа барлық спектрлі түстер, қызыл, көк, жасыл және солардан аралас түстер кіреді. Екінші топқа ахроматикалық түске ақ, қара және сүр түстің барлық реңктері жатады. Біздің қазіргі салып отырған натюрмортымызға назар салып қарайтын болсаңыздар, бұл жерде байқап отырсаңдар, құмыра бейнелеп атқанымыз, бірінші бейнеде көрініп тұрған құмыраның бейнесі, оның артқы жағына назар салсақ, матаның қыртысы анықталған, яғни драпировкамыз көрініп тұр. Құмыраның аяқ жағына назар салсаңыздар, ол жерде кішкене мандариннің бейнесі түсіп тұр. Қазір құмырамыз бітейін деп қалды. Құмырамызны жарық, көлеңке, жылтыр жақтарын анықтап алған соң, мандаринні реңк беріп атырмыз қазір. Енді сол мандариннің астқы жағларының матасының қыртысы соған дейін анықталып кетіп жатыр. Енді болса алманы реңгіні береміз. Қазір матаның драпировкасы. Міне біздің натюрмортымызда бітіп қалды. Міне натюрмортымыз бітті. Назарларыңызға рахмет.